Ертеде бір бақта апельсин мен лимон бірге өсіпті. Апельсин жарқын, тәтті, көңілді мінезімен барлық жемістерге қуаныш сыйлап жүрсе, лимон ақылды, бірақ қышқыл, мұңлы мінезімен көпшіліктің назарын аудармай жүріпті. Бір күні бақта мереке өтеді, барлық жемістер өздерін көрсетуге жиналады. Апельсин ортаға шығып, барлығына қуаныш сыйлайды. Оны барлық жемістер мақтайды. Лимон болса шетте тұрып, өзін елеусіз сезінеді. Неге бәрі оны жақсы көреді де, мені байқамайды, деп мұңаяды лимон. Сол бір сәттен бастап олар арасында салқындық пайда болады. Біріне сөз айтпай, бөлек өседі, күндер өтеді. Бірақ бақ бұрынғыдай жайқалмайды. Кейбір гүлдер құрғап, құстар азаяды. Сол кезде дана алма шығып, екеуіне қарап, сендер біріңді сыйламайсыңдар, ал айырмашылықтарыңды бағаламайсыңдар, ал айырмашылық бақтың сәні мен құндылығы, дейді. Апельсин мен лимон екеуі біріне қарап, өздерінің күшті және пайдалы жақтарын түсінеді. Лимон шайға қосылғанда адамдарға шипа береді. Апельсин шырынға айналғанда балаларға қуаныш сыйлайды. Апельсин, кей адамдар білмейтін құпияларымыз бар. Біз оны хатқа жазып Сауыткул апа балабақшасына құлыншақ топтың терезесіне қойып кетеміз. Талшын немесе Адина осы хатты алып тәрбиешіге беріңдер. Акерке Әлиасқарқызы сендерге біздің құпиямызды оқып береді.